Бонустарды қысқаша түсіндіре өтейін. Бізде 7 бонустың түрі бар, және де пакеттер. Кірген кезде мына пакеттердің біреуімен кіресіз өз таңдауыңыз бойынша. Компания тарапынан рассрочка да бар. Бірақ, мысалы, партнер болып кіріп, кез келген уақытта қалағаныңызша келесі пакеттерге өтіп көтеріп алсаңыз да болады. Мысалы, 58 мыңға кірдіңіз, мына үш қолыңызға 3 өнім беріледі. Мына жерде 6 өнім, мында 11, мында 21 өнім беріледі қолыңызға. Реферальный бонус дегеніміз өзіңіздің тіркеген адамдарыңыздан сізге түсетін бонус. Мысалы, сіз егерде мына партнер 58 мыңмен кірсеңіз, өзіңіз тіркеген адамдардан 10% реферальный бонус алатын боласыз. Мына жерде 10, 15 и золотой пакетте 20%. Келесі бізде бинарный бонус. Бинарный бонус деген 2 ножка. Әр жаңағы бинар деген әр адамның астында 2 адам бар, я? Мына жағыңызда бірінші ножка, мынау екінші ножка. Осы жаққа түскен барлық адамдардан сіз тіркесеңіз де, басқа біреу тіркесе де, кім тіркесе де, осылардың балы теңессе, мына жақтағы мысалы PV мен мына жақтағы PV балдары теңескен сайын сізге ақша түсіп отыратын болады. Бұл командамен жасалатын жұмыс. Және де осы бинарный бонустан сіз тоже пакетіңізге байланысты, мысалы, мында 8%, мында 10, 12, 14% ақша алатын боласыз. Одан кейін үшінші бізде матчинг бонус, яғни структурный бонус. Бұл жерде мына бірінші уровень деген ол сіздің личнигіңіз. Сіз бронзовый пакетпен кірген кезде, немесе бронзаға пакетіңізді көтерсеңіз, өзіңіздің личниктарыңыздың бинарынан 10% аласыз. Личниктің личнигінен активный партнер болған кезде 10% аласыз. Үшінші уровеньнен 5%, төртінші уровеньнен 5% мынау структурный бонус.